Қызылорда облысы, Арал қаласы, Арал индустриялы техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Жұмаева Назира Қыршығақызы. Информатика пәні бойынша Microsoft Word бағдарламасында құжаттарды құру, сақтау, ашу тақырыбында зертханалық жұмыс жасаймыз. Зертханалық жұмыстың мақсаты білім алушыларға мәтіндік Microsoft Word бағдарламасы туралы алған ақпараттарын толықтыру мақсатында құжаттарды құруды, сақтауды, ашуды тәжірибе барысында түсіндіру арқылы есте сақтауға үйрету. Зертханалық жұмыстың барысы. Мәтіндік редактор бұл мәтіндік құжаттар құруға, оларды түзетуге, құжаттың мазмұнын экранда қарауға, оны басып шығаруға мүмкіндік беретін қолданбалы бағдарлама. Мәтінді форматтау, графика енгізу, дұрыс жазылуын тексеру үшін кең мүмкіндіктері бар мәтіндік редакторларға қатысты жиі мәтіндік процессор атауы да қолданылады. Мәтіндік редактор. Одан Microsoft Word бағдарламасы ашылғанда, оның белгішесі мына сіздер көріп отқан түрде болады. Яғни латын тілінде W әріпі. Microsoft Word бағдарламасын іске қосу командасы мынандай. Пуск, яғни қазақша бастау, все программы, барлық бағдарламалар, Microsoft Office және одан Microsoft Word ашылады. Нәтижесінде W белгішесі бар, бізде Word документінің ашылуына көз жеткізуге болады. Microsoft Word бағдарламасында жаңа құжат ашудың жолдарын ұсынамын. Бірінші, Office батырмасын басу арқылы создать командасын таңдап бірінші қадамды жасаймыз. Осыдан соң бізде шаблонный терезесі ашылады. Бұл жерден новый документ батырмасын таңдап, OK батырмасын басамыз. Бұл бізде екінші қадам. Үшінші қадамда бізде нәтижесінде Word бағдарламасының терезесі ашылады. Осыдан соң осы операцияларды тағы да Ctrl және F12 батырмасының қос пернесін қолдану арқылы орындауға да болады. Немесе Ctrl плюс N батырмасын қосып басу арқылы да жүзеге асыруға болады. Office батырмасын басу, создать құру, шаблоны, новый документ 1 командасы арқылы нәтижесінде жүзеге асады. Осы құжат ашудың екінші тәсілі жұмыс үстелінің бетінде жанама менюден создать командасын таңдау арқылы Microsoft Word документін таңдап жүзеге асыруға болады. Бұның командасы былайша болады. Жұмыс үстеліне жанама меню тышқанның оң жағын шерту арқылы ашылады. Создать құру командасын орындап, документ Microsoft Office Word командасын орындағанда бізде Word бағдарламасы ашылады. Microsoft Word бағдарламасында құжат сақтау жолдарының батырмалары мен қос пернелер комбинациялары арқылы да жүзеге асыруды көрсетемін. Бірінші, Office батырмасын басу арқылы Ctrl плюс S қос пернесін қосып басу арқылы сақтауға болады. Екінші, файл сохранить, жаңа ат беру. Оның батырмасы дискінің суретімен жанында сохранить сөзі бар. Үшінші әдісі файл сохранить как, жаңа ат қойып сақтау немесе өзгертіп қайта сақтау, тез жабу. Бұның белгішесі дискеттегі тұрған қарандаштың суреті және сохранить как сөзімен берілген батырма немесе
қос пернеде Ctrl плюс F4 қос пернесін басу арқылы жүзеге асырады. Зертханалық жұмыс. Бірінші, жаңа құжат құру немесе ашу. Екінші, жаңа құжатты сақтау. Үшінші, жаңа құжатты сақтаудың барлық әдістерін қолдану, мысал келтіру. Төртінші, сақталған мекен жайын команда арқылы көрсетіңіз. Қашықтан оқыту арқылы алған білімдеріңіз зейіндеріңізді аша түссін, жас маман. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.